мынау күмәнда жүрген жігіттерге, жастарға, қыздар болсын, жалпы атеизм дұрыс па, ислам дұрыс па деп күмәнда жүргендерге айтарым, ынсап деген яғни 50-50, яғни ортада тұрып. Мынандай нәрсе бар да, түсініңді. Бұлардан түсініп алайықшы. Кейбір оқыған жігіттерде мынандай түсінік бар. Бұл діндарлар үнемі логикасы жоқ нәрсені айтады деген түсінік бар. Яғни оған бірдеңені айтайын деп жатсаң, антивирус бар да. Европа құйып тастаған ба білмеймін енді, ол жағын мен не қылмай ақ қояйын. Алдыңда сөйлеп жатқан діндар, бұда логика жоқ деген. Тыңдамайды, төмен көреді. Пәс дейді ғой, төмен көреді. Төмендегінің сөзін алу қиын да адамға. Бірінші, екінші класстан да мықты сөздер шығып қалуы мүмкін ғой негізі. Бірақ сен бірінші, екінші класс деп уже құйып қалдың да, демек сен тыңдамайсың ғой негізінде. Нормальный нәрсе айтып жатқан болуы мүмкін, ол қойсай бір нәрсе деп ше. Арақ ішпесей деп мысалы кейде айтып жатқан болуы мүмкін да. Ынсаппен қарасай, орта жолмен қара. Ақиқат тапқың келе ма? Мына жақта исламда дұрыс болу мүмкін. Логикасын тыңдап көрейінші де, табасын тура жол сол кезде ше. Өйткені біздің Құдайға шүкір ислам бұндай логиканың кез келгеніне жауап бере алады ше. Өйткені бізде имам Матруди бар, имам Ашғари бар, имам Насафилер бар. Көп бізде. Құдайға шүкір біреу болмаса біреудің кітабынан жауап таба алады ше. Қысылмаймыз ше. Просто адамды табу керек, дұрыс адам табу керек и соған дұрыс ойларын, сұрақтарын қоя алу керек.